Сен Арабиядан келдің бе? Немене қасықпен жесей, қолмен жеп жатқан ес? Қасықпен қаланың жартысы жейді ғой. Қолмен мен ғана жеймін. Сен бұндайын білгенде помидорды аузыңа турайтын деп қой, сәл плов жесе арасында. Сәбіз жей алмаймын ше негізі. Қазы да жей алмаймын. Бежана. Шашлыкты да жей алмаймын. Ноқатты вообще жей алмаймын. Күріштетті де көп жей алмаймын негізі. Плов жемеймін десе ғой үшін сен. Мына Ержан пловта сорпа да бар ғой, басқа тамақ берші. Сен голубцы болып кеттің ғой, не сәл тоқтап жесей? Жай шеш. Дауысың шығармай-ақ дәмді екенін көрініп тұр ғой сыртынан. Үндемей жеш. Просто Ержан пловтарын дауысын шығарып жүрмесең болмайды да, негізі ше. Негізі ма? Жай мен қартайып баратқаныңды сезгенде. Күн бұлт болып тұрма далада? Жаңа бір жоқ сөйтіп жатыр ғой. Бәсе, аяғым қақсап жатыр да. Аяғым футболдан бірақ кеше. Екеуміз ғана ғой, отырсай алдына. Алдына отырайын. Алло, түсті ма? Болды, жақсы. Балдар, бергендер. Апшы бар ма? Апшы өсіңізі. Шәмшінің сыған серенадасын тарталасын ба? Бриллиант жиншелерім қақтасындар, О, жинше қандайсыздар, амансыздар, бағуат, жаржамай. Жинше білес па ғалымдар, екі-ақ нәрсені таппаған. Біріншісі Шыңғысхан қақта жатқан, екіншісі сіздің сұлулығыңызды. Сол сұлулығыңыз сыры неде, тағы сұрайшы сізден. Братанға конкретно айттым. Осы жиншем емес па дедім, осы үйдің күнін тұтатып жүрген дедім. Қас қабағыңызға қарап жүрген осы жиншем емес па дедім, ұялмайсыз ба дедім, братан. Кафе-мафеге бір гүл-пілін әпермейсіз ба жиншеме дедім. Әйтеуір жиншем байғұс бір горилласын әперізде мәз боп қалады дедім. Бір горилла әперемін дегендей қылды енді жише, білмеймін. Жише, тесті қылып қаңшы, өтініш. Сізді алтын іздейтіндер іздеп келіп жатыр. Әкеп қалмасын, мен алтын жиншем деп жатырмын да, тықпаңшы нәрге барып. Жише, сіз ауылға келін болып түскен кезде гәп болдыңыз ғой біраз. Ауылдағылар ойбай біздің ауылға Анджелина Джоли тұрмысқа шықты ма деп, маяқта көз түкіріп қойыңыздар дедім, ертең көз тиіп кетіп мәшқара болып атпайды дедім. Короче, қазір қызым екеуміз ойнаймыз, екеуміз любой бір әріп айтамыз, сол әріпке маған комплимент айту керексің. Короче, 1, 2, 3. Той. Айтсай. Яламан. Басқа айтсаң, баршасын. Супергеройлар Қазақстанда болса. Өзіп тұстан жығыр. Кеттік. Короче, тура өйстіп, мына жерге дейін ашады да. Крышада бар одной. Сүйіп атқан кезде біреулер тиктокқа салып жүрген ғой, прикинь. Тарып кетті ма? Тарып кеткен. Өзі қайда кетті? Америкада бар ма? Не істейміз де бір жерге аниматор болып кіріп аламыз ба? Жұмыс жоқ қой, что-то. Ой, ляма, шешпеппін ғой. Чпоп! Түш, ана жаққа вызып түсіп жатыр, құтқарайықшы адамдар. Түш. Көңіл ыстық маши, еш нәрсеге жалаймыз. Енді құтқару керек болып тұр ғой. Шу өлеттің, слушай. Не мынау? Золотой жейдің ғой. Не зат бұл? Постоянно осыны ішіп шығамын ғой жұмысқа. Наны ішпесін білесің ба не болатын?
мына қызылдардың бәрі кетіп қалады да, көк көмбек болып. Алдын 2 күн көгеріп өлейін деп қалдым ғой үйде. Күш берем ма мынау саған? Осымен ғой. Мұздай қылып ұрып аласың, Мхм. Бәрі сенікі ма? Пустой қазана. Тормен қуатам деп жинақ қойған. Короче, Бэтмен братан бар, Тор братан бар. Жаңа черпачкалар сушнякта жұмсақ жері, короче, сондай хатада отырып отыр, чисто өзіміз герой бар отыр қой. Бэтмен братан мас болып қалған, короче. Машинамды айдап қойды, миымды ұрып, братан мен жоғары жақтан қайтамын, күәттің қысы еді ше. Үйіне айдап барам, үйіне барсам, жағадай 4 бұрышты ма дедім ғой. Бай кетіп қалған ба? Жоқ, 4 бұрыш жерде тұрады аман. Жан, Не болды? сенімен вообще сөйлескім келмейді. Енді сөйлесейік те жан, ұрысып қалдық, сөйлесіп бастайық, шешейік барлығын. Жап аузыңды вообще, сөйлеме маған. Не сөйлемей тұрсың? Долбоёб нахуй. Май айтып ба? Жоқ, емес. Түс нахуй. Мен ойым. Түс. Түспеймін нахуй. Стиль таза Қызылорда, мұнда мұсықтарда, мұнда мұсықтарда. Стиль. Машинадан мойкеге берген терезелерді ашып қойғастыр ма уже? Көтер шанет айнаңды. Ой, бой, айғыз болып тұр ғой мынау. Ау? Не аламыз, Насырені бұлғап? Не аламыз, Насыренені құртып, Нормально бұл барайын десек. Уф, давлением мен не алады да мені. Түсем бұл. Түсіндірші, бәрі түсті. Дөңгелек, 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 бірге дөңгелекте айналып билейміз. Қазір бір тістейші. Жоқ досым, өзім жеймін. Бір-ақ рет тістеймін, білесің ғой, жай тістеймін ғой. Ой, болмаса магазиннен алып берейін басқасын. Менен жеркеніп тұрсың ғой, Болды, көтім тырысты да қалды. Еда Яндекс.Го'дан заказ берем, сенен тез әкеп береді ғой. Ей, жеркеніп атқан жоқпын өзім. Мә болып, жейші ма? Көтім кетті ғой, бейт, жан жаққа. Мен алдына отырайын, бүгін Бүгін мен алдына отырайын, бауырым. Неге сен күнде отыра бересің? Отырайық та, бауырым, не болды? Қатсаңсып, таласып, жібер. Көтім тырысты да қалды. Самокатпен барам ғой. Сені көтім Түспей отыр, алдына, не? Бопты, отырш келе. Бер келе. Яндекс.Го'дан такси заказ бер, таксимен барайық ғой. Ой, такси заказ бермейміз, бүгін кішкене жаяу жүреміз деп айтты ғой. Хотя бы Абаяға дейін жүрек та. Мынаған көт тырысып қалды қайттан. Жүр бол, шақырам, Досыңа не болған? Такси шақырмады деп, братан көт тырысып қалды бұның ше. Наурыз сенмен қарағанда Яндекс.Го'мен тойлаған күштірек екен. Соны түсіндім. Аға, айдай беріңіз. Асик, Наурызда не істейсің? Көп подарка алып достарыма кіріп шығу керек негізі. Үлгересің ба? Яндекс.Го'ның арқасында барлығына үлгеруге болады. Наурызды Яндекс.Го'мен өткізсең, артық проблемалардан құтыласың ғой. Яндекс.Го? Мен де қолданамын оны. Білемін ғой. Келістік па? Келістік па? Кел. Сен туғанда не үшін қуандым? Есікті жауып кет. Сені асырап алдық. Бершкане телефоныңды тексерем. Тигр тектес қайныларым, қаяқтасыңдар Қайным, қандайсың дәл осы жерде? Қайным, өйстіп жүре береміз ба? Bir абысынды болайық да, Қайным, қазір үйленем дейтін болсаң бар емес пе? Кәлушім жыртылғанша қызмет жасаймын кәдімгі ұйықтамай, жұрттарға қарап сүйсініп өлетін болдық қой. Тек историяларынан көріп жатырық. Біреулердің үйленген адам көзін қыздырып сақ қойып жатырық. Біздер салайық та, абысын құтты болсын деп жаңағы айтыр. Қайным өзі құлақ шекеден ұратын бала болсын да. Осындай жеңшем бар еді ғой. Жағдайын сұрақ қояйын демейсіңдер ма? Bir звондап қалсаңдар мына жақта жүрегім жарылып кетеді осы біздің. Мүсәбір сияқты сендердің звондақтарын көреміз ғой деп. Іздемей ма деп.
іздемеқті қойшы мақұл әйтеуір. Аман болсаңдар бол. Үйленетін болсаң бір әжептәуір қызға үйлене, бір ноқалай қызды әкеп тұрма. Әйтеуір көпшілік ортамен араласқан, бір сөйлеп қалған, аңғылдақ қалған қыз әкел. Бұртиып тұрмасын ана. Күліп қалған қыз әкел деп атқаным ғой әйтеуір. Әй, қайным айналайын. Қыздардың жүрегін жаралудан басқа немен айналысып жатсың ау? ойбай айдадан не болып қалды, неге жылап отырсың? Соғыста осмал жинап қалдым ба, абай? ойбай ау құрсын, әлі пробный ғой ол алдағы өмірің. Сіздердің үміттеріңізді ақтай аман. Асылбек, не қызық бар екен терезеде, а? Абай, мен 9-дан кейін кетемін ғой, не істеймін? Ай, кететін болса айналайын сабақ өтіп жатыр қой, сол хотя бы жазып кіріп кетсей. Не қылам жазып, мен 9-дан кейін кетемін ғой. Айналайын біз үйретіп жатқаннан кейін жазып үйреніп кетсе тезірек. Сендер намыстанбайсыңдар ма? А? Жұрттар выпускной кортежге вертолет жалдап жатыр. Дирижабль ма бір бөле жалдамайсыңдар ма? Ой, аға, енді оны өзіміз шешеміз ғой, неғып араласып кетесіз? Негіз деп жатырмын да. Мектептің абыройы ғой. Билесі дұрыстап, билесі маған керек па осы? Ол сендерге аштық қой 11 деп. Енді билемасақ өлеміз ба? Айдадан не болды? Ертең шал болғанда көріп отырасың, айналайын осы тиктокта альбомға ақша жинамайсыңдар. Апай, неге мен оны басқа біреуден естуім керек? Неге сізден естімеймін мен, апай? Нені? Нұр болашақ ұбт-ға дайындау курсы бар деп неге айтпайсың маған? 12 жылдан бері осы салада жүр екен. Жақсы оқитын оқушыларға 20 000 теңге стипендиясы бар ай сайын. 5 пәннен де 0-ден бастап дайындайды. Пән таңдай алмай жүрсең, көмектесіп береді қандай пән таңдау керек екенін. Ең қызығын айтайын, грантқа түсе алмай қалсаң, 100% ақшаңды қайтарып береді. 90% осы курсты оқығандар грантқа түсіп кетіп жатыр. Енді мен саған Асылбек енді айтайын деп жатырмын, сен 10 класс оқисың ғой, 1 жыл бар ғой саған. Осы бастан бастап дайындалуым керек мен. 10-ды да 11-ді де қабылдайды олар. Дәл қазір қабылдау жүріп жатыр. Мен барам, уақытымыз тамаңыз.